Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2012 жылдың 28 тамызындағы жарлығымен 30 қыркүйек Қазақстанда ресми түрде әділет органдары қызметкерлерінің күні болып белгіленді. Содан бастап жыл сайын әділет органдары қызметкерлері бұл күнді өздерінің төл мерекесі ретінде тойлап келеді. Әділет органдары қызметкерлерінің мерекесі заңның әр әрпі мен мәртебесі үшін қызмет етіп, сөзімен де, ісімен де әділдіктің ақ туын жоғары ұстап, конституциялық мемлекеттің тұтастығын қамтамасыз ететін әділет қауымдастығының барлық өкілдерін біріктіреді. Еліміздегі құқықтық нормативтік актілердің дұрыс орындалуын жүзеге асуын қадағалап, үнемі еліміздің осындай әлеуметтік экономикалық дамуына үлкен сүбелі үлестеріңізді қосып келесіздер. Бүгінгі кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын, отбасыларыңызда аманшылық, тек жұмыстарыңызда үлкен жетістікке жете беріңіздер. Әділеттіліктің салтанат құруы жолында еңбек етіп келе жатқандардың биылғы кәсіби мерекесі Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы мерекесімен тұспа-тұс келіп отыр. Осы жағдайды пайдалана отырып, әділет органдарының қызметкерлеріне, ардагерлеріне табыс, сәттілік тілеймін. Елімізге бірлік, бейбітшілік тілеймін. Алдағы уақытта жақсы жұмыстар атқарып, елбасының артқан сенімін ақтауға жұмыстанамыз. Мерекелік салтанатта көптеген сала қызметкерлері марапатталды. Оның ішінде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ведомстволық еңбек ардагері медалімен Боранбаев Төлтай, әділет органдарының үздігі төсбелгісімен Байқоңыр қаласы аумақтық филиалының аға сот орындаушысы Байекеева Жанат Кенжебайқызы, Қазақстан Республикасы Әділет министрінің грамотасымен Әділет департаментінің бөлім басшысы Абсат Жандос Дәуренбекұлы, Қазақстан Республикасы Әділет министрінің алғыс хатымен Қызылорда қаласы Әділет басқармасының бас маманы Касирова Нұрбану Төлеханқызы марапатталды. Мен енді осы әділет органында 43 жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмын. Бір орында ғой, бір жерде істеп келе жатырмын. Мынау енді бүгін оның алдында да мынау Қазақстан Астананың 10 жылдық медалімен наградталдым. Енді мынау төсбелгі ардагер, еңбек ардагерімен наградталып жатырмын. Бұл енді мен еңбегімнің таза өзім жұмыс істеп бағалағанына жоғарыдағы өзім немді білдіремін, ризашылығымды білдіремін. Бүгін айтулы мерекеде әділет министрінің грамотасымен мен марапатталып отырмын. Мен әділет органдары қызметкерлеріне, әділет министріне, барша департамент басшыларына өз алғысым шексіз. Біздің мемлекеттік қызметші, әділет органдарының әрбір қызметкерлерінің міндеті халыққа адал қызмет ету, әділдік, әрдайым әділдік болу. Тек қана біздің міндетіміз осы елге, халыққа аман-есен өз еңбегімізді жеткізіп, тигізіп, осы қызмет атқару деп санаймын. Сондықтан мен бүгінгі айтулы мерекеде марапатталып жатқан барша әріптестерімді, барша ардагерлерді шын жүректен құттықтаймын. Сонымен қатар әділет департаментінің бірқатар қызметкерлері мен ардагерлері департамент басшысының алғыс хатымен марапатталып, ардагерлерге естелік сыйлықтары табыс етілді. Олжас Дәуіт, Айбол Сәдуов, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.